Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз өте маңызды әрі қызықты тақырыппен танысамыз. Ол Қазақстанның көне де қасиетті қалаларының бірі. Балалар, ең алдымен сіздерге бір сұрақ қойғым келеді. Түркістан деген атауды естігенде көз алдарыңа не елестейді? Мүмкін көне ғимараттар, кесене, тарих, бабалар рухы, немесе туристер көп жүретін әдемі қала елестейтін шығар. Ал кейбіреулеріңіз Қожа Ахмет Яссауи есімін еске түсіретін боларсыздар. Өте жақсы. Ал енді тағы бір сұрақ қояйын. Қазақстанда қандай көне қалаларды білесіздер? Отырар, Сауран, Тараз, Сайрам сияқты қалаларды атауға болады. Бұл қалалардың барлығы халқымыздың тарихымен тығыз байланысты. Жақсы. Осы жерде тағы бір ойланып көрейікші. Қала не үшін тарихи маңызға ие болады деп ойлайсыздар? Қалада маңызды оқиғалар болса, атақты тұлғалар өмір сүрсе, көне ғимараттар сақталса, ол қала тарихи қалаға айналады. Міне балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз Түркістан. Сабағымыздың мақсаты мәтінді оқи отырып, оның негізгі ойын анықтау, маңызды ақпараттарды іріктеп, жинақы мәтін жазу, тақырыпқа байланысты сөздерді бірге, бөлек және дефис арқылы дұрыс жазу. Ендеше сабағымызды бастайық. Алдымен сіздер Түркістан туралы бейне материалға назар аударыңыздар. Бейне материалды мұқият тыңдап көріп отырыңыздар. Онда Түркістан қаласының орналасуы, тарихы, мәдениеті мен бүгінгі келбеті туралы мәліметтер беріледі. Тамыры 3000 жылға тартатын Түркістан үш бірдей тарихи кезеңнің куәсі, сарматтардың сарқыншағы, күлтөбе қонысы, біздің заманымызға дейінгі көне дәуірдің көзі. Түркі халықтарының ұлы ұстазы Қожа Ахмет Яссауи бұл өлкенің даңқын асырды, білім мен руханият ошағын жақты. Әзіреті сұлтанның құрметіне Әмір Темір теңдессіз кесене салдырды. Осы кезеңде батыс пен шығысты жалғаған Ұлы Жібек жолының бойындағы 4 қақпалы қалаға айналды. Түркістан Қазақ хандығының астанасы болған тұста қайта жаңғырды. Есім хан, Тұрсын хан, Тәуке, Әбілқайыр хандардың ақ ордасы 300-дің басын қосып бәтуәлі байлам айтатын мәртебелі мінберіне айналды. Арада 5 ғасыр өтті. Түркістан жаңа тарихи саяси тұғырға қайта көтерілді. 2018 жылы 19 маусымда елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Түркістан жаңа облыстың орталығына айналды. 2021 жылы бауырлас ел президенттері бас қосқан саммитте Түркістан декларациясы қабылданып, киелі қала түркі әлемінің рухани астанасы деп жарияланды. Түркістан көне мен келешектің түйіскен тұсы, ұлы өркениеттер тоғысқан құтты ордасы. Балалар, бейнероликтен не түсіндіңіздер? Қандай жаңа мәлімет алдыңыздар? Түркістан неліктен рухани астана деп аталады деп ойлайсыздар? Жарайсыздар. Енді біз негізгі жұмысымызға көшейік. Бірінші тапсырма: Түркістан мәтінін оқып, лупа арқылы сұрақтарға жауап берейік. Мәтіндегі маңызды деректерге назар аударыңдар. Яғни негізгі ойды, маңызды мәліметтерді үлкейтіп қарап, берілген сұрақтарға нақты әрі толық жауап беріңдер. Жауаптарыңды бір-біріңмен талқылап, ортақ шешімге келіңдер. Бұл тапсырма сендердің мәтінді терең түсіну және бірлесіп жұмыс істеу дағдыларыңды дамытады. Балалар, қазір сіздер Түркістан мәтінді оқыдыңыздар. Мәтінді оқыған кезде ең маңызды ақпараттарды лупа арқылы үлкейтіп қарайтын боласыздар да, сұрақтарға жауап бересіздер. Бірінші сұрақ: неліктен Түркістан қаласын екінші Мекке деп атайды?
Жақсы, келесі сұрақ. Түркістан қаласы Қазақстанның қай аймағында орналасқан? Өте жақсы. Келесі сұрағымыз, орта ғасырларда Түркістан қандай маңызды орталық болды? Тамаша. Келесі сұрағымыз, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі несімен ерекшеленеді? Жақсы. Келесі сұрақ, кесене неше бөлмеден және неше бөліктен тұрады? Жарайсыңдар. Келесі сұрақ, Түркістан қаласы әлемге қай тұлғаның атымен танымал болды? Өте жақсы. Келесі тапсырмамыз хронологиялық сәйкестендіру. Бұл тапсырмада мәтіннен тарихи деректерді анықтау керек, жылдар мен оқиғаларды дұрыс сәйкестендіру, оқиғаларды хронологиялық ретпен орналастыру. Балалар, енді біз хронологиялық сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. Ол үшін мәтінді мұқият оқып шығыңдар. Мәтінде кездесетін жылдар мен сол жылдарға қатысты оқиғаларды табыңдар. Әр жылды өзіне сәйкес оқиғамен дұрыс сәйкестендіріп, оларды уақыт ретімен орналастырыңдар. Жауаптарыңды кесте түрінде жазыңдар. Бұл тапсырма сендердің мәтінді түсіну және тарихи деректермен жұмыс істеу дағдыларыңды дамытады. Жақсы, онда жұмыстарыңызды көрейік. Хронологиялық реттілік сәйкестендіру жұмыстарын жүргізгендеріңді тексеріп шығайық. Өте жақсы. Тапсырманы мұқият орындағандарыңыз көрініп тұр. Келесі тапсырмамыз. Енді жазылым тапсырмасына назар аударайық. Оқылым және тыңдалым материалдар бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктеп, жинақы мәтін жазу. Жинақы мәтін дегеніміз қысқа, бірақ мағыналы мәтін. Онда артық ақпарат болмайды. Тек ең маңызды ойлар ғана беріледі. Сондай-ақ жазу барысында тақырыпқа байланысты сөздердің бірге, бөлек және дефис арқылы жазылуына мән беріңіздер. Дефис орфографиялық, сызықша пунктуациялық таңбаға жатады. Сондықтан дефис келген жерде кідіріс жасалмайды. Бұл оның сызықшадан ажыратылатын басты белгісі. Екіншіден, сызықша сөйлемнің мазмұнына әсер етсе, дефис әсер етпейді. Үшіншіден, шартты түрде алғанда дефис сызықшадан қысқаша болады. Үшінші тапсырма, берілген өлең жолдарын мұқият тыңдап, мәтіннен дефис арқылы жазылатын сөздерді табыңдар. Тиісті жерлерге дефис қойып, не себепті дефис қойылғанын түсіндіріңдер. Дефис пен сызықшаның айырмашылығына назар аударыңыздар. Түркістан екі дүние есігі ғой. Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістанда жерде туған. Түріктің тәңірі берген несібі ғой. Ертеде Түркістанды Тұран дескен. Тұранда ер түрігім туып өскен. Тұранның тағдыры бар толқымалы, басынан көп тамаша күндер кешкен. Шөлдер бар, желде жүрмес сап-сары құм. Молада ешбір үн жоқ, мәңгі тып-тыныш. Болмақ па жан жануар шексіз шөлде. Сар құмда салар ойнақ берімен жын. Тұранның тән шаңдай тауы қалай. Бар келмес тән шаңға таулар талай. Еріксіз ер түрікті ойғаларсың. Көкке асқан хан тәңірге қарай-қарай. Жақсы. Келесі тапсырмамыз. Балалар, келесі тапсырмада біз жамбы ату арқылы сұрақтар қоямын. Ал сіздер қысқа да нақты жауап бересіздер. Әр дұрыс жауап бір жамбы. Сұрақтарға белсенді қатысып, өз ойларыңды еркін жеткізуге тырысыңыздар. Мысалы, Түркістан қаласы қай өңірде орналасқан? Қожа Ахмет Яссауи кім болған? Түркістан неліктен тарихи қала саналады? Қала бүгінгі күні қандай маңызға ие? Бұл тапсырма арқылы біз бүгінгі сабақта алған білімдерімізді қорытындылаймыз. Құрметті оқушылар, бүгін сендер білім мен мергендікті қатар сынайтын жамбы ату ойынын ойнайсыңдар. Ойын барысында әр сұрақты мұқият оқып, жауап нұсқаларының ішінен дұрысын таңдауың керек. Егер қате жауапты таңдасаң, жебе мүлт кетеді.
Ал дұрыс жауапты белгілесең, жебең нысанаға дәл тиіп, жеңіске бір қадам жақындайсың. Барлықтарыңа сәттілік тілейміз, жебелерің түзу ұшып, білімдерің нысанадан дәл тисін. Ал енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: орта ғасырларда Түркістан қандай орталық болған? Өте жақсы. Түркістанды неге екінші Мекке деп атаған? Өте жақсы. Қылует деген не? Өте жақсы. Келесі сұрақ: Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай жылдары салынған? Дұрыс. Келесі сұрақ: Түркістан қаласы қазақ халқының тарихымен қалай байланысты? Өте жақсы. Келесі тапсырма: Түркістан қай мемлекеттің ордасы болған? Жарайсыңдар. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қандай мұра тізіміне енгізілген? Өте жақсы. Енді балалар, сабағымыздың соңында кері байланыс жасаймыз. Балалар, бүгінгі сабақта не білдіңіздер? Не қызық болды? Қандай тапсырма қиындық тудырды? Осы сұрақтар бойынша өз ойларыңды жазуға болады. Қорытындылай келе балалар, Түркістан жай ғана қала емес. Ол халқымыздың тарихы, мәдениеті, рухани мұрасы сақталған қасиетті мекен. Осындай қалаларды тану арқылы біз өз тарихымызды, өз тамырымызды танимыз. Үйге тапсырма: Қожа Ахмет Яссауи кесенесі туралы қосымша ақпарат тауып, 5-6 сөйлемнен тұратын шағын мәтін жазу. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.